Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге күнделік кезекте замен сабақтарда қалай белгілеу керек екендігін көрсететін боламын. Мысалы үшін кейбір мұғалімдер курсқа кетуіне байланысты немесе денсаулығына байланысты белгілі бір уақыт аралығында жұмыста болмайды. Осы уақыт аралығындағы оның сабақтары келесі бір әріптесімізге тағайындалады. Оны біз күнделік кезекте қалай белгілеп көрсетуіміз қажет. Бүгін біз сіздермен соны үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен өзіңіздің логин пароліңізбен күнделікке кіресіздер және жоғарғы бөлікте кесте деген батырманың үстінен басамыз. Осы жерден сыныпты таңдаймыз. Біз сіздермен толық кезең бойынша кесте деген батырманың үстінен басамыз. Қай аралықта замен сабақ алдыңыз, сол күнді тауып аламыз. Мысалы үшін 16 қазанда сынып сағаты келесі бір әріптесімізге тағайындалды. Ол үшін сынып сағатының үстінен төбірді апарсаңыз және мынау жерде қарандаштың белгісі шығады. Сол қарандаштың үстінен басамыз және осы жерден мұғалімді тауып аламыз. Қай мұғалімге замен сабақ ретінде берілді. Міне мұғалімді таңдадық. Енді осы жерде сені өзгерту, ауыстыру ретінде белгілеу деген батырманың үстінен басамыз және сақтаймыз. Осы жерде нақты себебін көрсетеміз. Қандай себеппен замен сабақ ретінде берілді. Мысалы үшін әріптесіміз курсқа кетуіне байланысты замен сабақ ретінде беріліп отыр. Егер ол денсаулығына байланысты болса, нақты жазамыз. Денсаулығына байланысты, декреттік демалысқа кетуіне байланысты және осы жерден я деген батырманы басамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің сабағымыз замен сабақ ретінде келесі бір әріптесімізге тағайындалды. Ол бізде осындай жасыл белгі болып шығады. Сіздер де дәл осындай замен сабақтарыңызды көрсетсеңіздер болады. Алдағы уақытта мен сіздерге жаңадан келген оқушыларды қалай күнделік кезекке тіркеу керек, немесе мектептен басқа сыныпқа ауысқан оқушыларды күнделік кезектен қалай шығару керек екендігін көрсететін боламын. Назарларыңызға рахмет.